Ұстаздық еткен жалықпас үйретуге балаға дейді. Бүгінгі Self-Made жетістік психологиясы жобасының кезекті қонағы ұлағатты ұстаз, ғалым, Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің директоры Шағангүл Алдамжарқызы. Қайырлы күн, Шаған Алдамжарқызы. Біздің Self-Made жетістік психологиясы атты жобамызға қош келіпсіз. Енді алдағы осы жарты сағат көлемінде сізбен сұхбаттасып, сіздің өмір жолыңыз, еңбек жолыңыз жайлы ақпаратпен болашақ ұрпаққа, жастарға бөлісе кетсек, біздің кітапхананың оқырмандарына, біздің тыңдармандар мен көрермендермен бөлісіп әңгіме дүкен құрсақ. Менің осы алғашқы сұрағым, сіз осы ордалы оқу ордасында 10 жылдан астам басшылық қызметте отырсыз. Және де осы уақыт аралығында болашақ ұстаздарды даярлау ісі қалай жүріп жатыр, сонымен шағын бөлісе кетсеңіз айтады ғой. Жаңағы жапондар айтады дейді, ұстаз ол ұлттың көшбасшысы, ұлттың тәрбиешісі деп. Сол ұлттың тәрбиешілерін даярлау ісі қалай жүріп жатыр? Мен осы оқу орнына Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжіне 1992 жылы келдім. Ол кезде енді осы колледж деп алғаш аталған тұсы, бізде қоғамдық формациялар ауысқан сайын оқу орындарының дағы бір атау өзгеріп жататын көрінеді, мен соны байқадым. Бұл енді училищеден колледжге ауысқан тұсы, яғни 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыт қой енді. 92 жылы жаз айында бұл атау училище атауы колледжге ауыстырылды. Ол кезде енді басшылық ауысты. Қазақтың белгілі тұлғасы, ұстазымыздың бірі, біздің ұлт ұстазындай болатын тұлға, ұлт ұстазы ретінде танылған тұлға, философия ғылымдарының докторы, біздің Нәубат Қалиұлы Қалиев деген ағамыз осы жерге басшылыққа келді. Осы кісінің шақыртуымен мен осы жерге келдім. Директордың тәрбие жөніндегі орынбасарлық қызметінен бастадым. Оны 18 жыл атқардым. Кейінірек 2010 жылы директорлыққа көтерілдім, тағайындалдым. Сонымен жалпы жиыны 29 жылдың шамасы осы колледжде әкімшілік шаруашылықта келе жатырмын. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, білім беру, оқыту, маман даярлау саласына біздің министріміз Аймағамбетовтің талабы өте зор. Енді бұл қазіргі заманның талабы. Біздің мамандарымыз болашақ жалпы өзі не нәрсенің болсын, оқыту мен тәрбиенің, не нәрсенің емес, оқыту мен тәрбиенің тура жүрегінде тұр. Тәрбие тал бесіктен басталады дейді қазақ. Тал бесігіңіз ол қазіргі заманда балабақша. Сол балабақша мамандарын тәрбиелеп отырған оқу орнымыз. Ал енді баланың білім алуы бұл бастауыштан дейді. Олай болатын болса, бастауыш білім беру мұғалімдерін даярлаймыз. Ал енді жетіле, енді бұл классикалық үлгідегі ежелден қалыптасқан біздің маман даярлау үлгіміз болса, кейінірек негізгі орта білімге мамандар даярлай бастадық. Бұл енді әр пәннің оқытушысы, мысалы үшін филология, қазақ тілі, орыс тілі, шет тілі, дене тәрбиесі, дене шынықтыру мұғалімі, қазіргі мынау тренер дайындалып жатыр. Одан кейін информатика мамандары, кейін кітапханасы деген, одан кейін іс жүргізуші деген мамандықтарға ден қоя бастадық. Мен осындай әртүрлі мамандықтарды даярлаймыз қазіргі уақытта. Қазір енді мұғалім
қазіргі заманның мұғалімі, бүгінгі күндегі мектепке баратын мұғалім қандай болу керек? Талап өте жоғары. Қарап отырсаңыз, өз қазір Қазақстанда білім саласындағы адамдардың, білім саласының мамандарының 4 түрлі біліктілігі бар. Педагог модератор, педагог сарапшы, педагог зерттеуші, педагог шебер деген, Ал егер институтты немесе сол немесе жоғарғы білімі, немесе мына орта білім колледжді үздік дипломмен бітіретін болсаң, барған бетте саған бірден педагог модераторлық береді. Және 30% үстеме жалақың төлейді. Өзің еңбек жалақың үстеме төлейді. Енді бұл нені айтады? Бұл әрине жалақы көтерілгеннен кейін соған сай, сол жалақыға сай еңбек етуің керек. Қазір анау әлгі диплом алдым, мектепке кірдім деген жағдай жоқ қой. Диплом алғаннан кейін ол дипломның сәйкестігі тексеріледі. Қазір мынау тест орталығына барып, міне биылғы жылдан бастап жаңалық енген. Тест орталығына барып, бітірген түлек. Тест орталығына барып, тест орталығынан өзінің негізгі мамандығына лайықты пәндерінен тест тапсырып, сертификат алу керек. Ол енді белгілі бір меже. Яғни дипломын қорғай алсаң, тесттен жоғары деңгейде балл жинақтап, онда сен жұмысқа баруыңа толық мүмкіндігің бар. Ал белгілі бір межеден төмен балл жинасаң, немесе балл жинай алмай қалсаң, онда жұмысқа орналасу жағдайың сенің болмайды. Мен осындай талаптар қойылып жатыр. Осының барлығы әрине басшылық үшін, әкімшілік үшін, маман даярлайтын оқу орындары үшін бұл енді өте жауапкершілікті жүктейді. Сондықтан оқу орындағы мынау бұрынғы дәстүрлі жағдайдағы қалыптасып қалған оқыту, тәрбиелеу деген ежелгі бір қалыптасып қалған жағдайлар болатын болса, қазіргі заманға лайықтап, оны ары қарай дамытып, бүгінгі маманның өзінің қоғамдағы ертеңгі ортасында сыйлы болатындай, білікті маман болатындай жағдайда оқытып тәрбиелеуіміз керек енді. Жауапкершілік өте зор енді биылғы. Мұхтар Омарханұлы өзінің бір мақаласында айтады ғой, ел болам десең бесігіңді түзе деп. Яғни сіздің осы оқу орнындағы студенттердің басым көпшілігі қыз балалар. Сол қыз балалардың тәрбиесінде қандай ақпарат бере аласыз? Қалай жүріп жатыр? Жалпы мен мектепке тек қана таза әйел адамдардың жұмыс жасаған өз басыма қалаңқырамаймын. Сондықтан осы оқу орнының басшысы ретінде әрине ер азаматтарға, мұғалім мамандығындағы ер азаматтарға көп көңіл бөлем, солардың жұмысқа тартылуына көбірек сол көңіл бөлуге тырысамын. Себебі жалпы әйел адам енді ол дұрыс қой, бірақ енді ер адамның бізде қиын кездерде, мен енді сұрағыңызға қатысты өзімнің тарапымнан былай қосалқы айтып жіберейін деп отырмын. Қазіргі таңда біздің оқу орнымызда еркек балалардың да салмағы артып келе жатыр. Ер азаматтардың да мына мұғалімдік мамандықтың қызығушылығы артып келе жатыр. Бұл орайда мен енді қуанам әрине. Сондықтан ер азаматтардың болашақ ер мұғалімнің қалыптасуына, ана әйел қоғамында жұтылып кетпес үшін, ол ер азаматтың аты ер азамат қой енді оның. Бүкіл психологиясының қалыптасуына ер азаматтар, ер мұғалімдер басшылық жасап жатса, ол өте тамаша. Кейін кездерде әрине бізде сол ер мұғалімдердің саны да, одан кейін студенттердің де саны артып келе жатыр. Дегенмен де әрине басым қыз балалар. Өйткені қыз балалардың мамандығы, табиғатына тән мамандық, сай мамандық бізде әрине көбірек. Қыз балалар енді ол дұрыс айтасыз, Мұхтар Әуезовтің жалпы ел болам десең бесігің түзбеген енді ол өткен ғасырдың басында айтылып жатса, бұл әлі өзінің бағасын жоймаған ұлағатты сөз. Бізденді қыз балалар тек қана маман боп, мұғалім боп қана шықпау керек. Жалпы мен осы оқыту тәрбие жүйесінде білім беру мекемелері дейді ғой, енді ол қай колледжден бастап жоғарғы оқу орнының аралығын ала берейікші енді. Мектептің өзінде де, Жалпы біз не ол оқушы, сол енді
белгілі бір стандартта жаңағы мемлекеттің білім беру стандартын орындап, соның жоспарымен ғана жасап шығармауымыз керек. Көпшілік жағдайда біз өзі оқушы, студент деп қана қараймыз ғой. Ол ең алдыменен өз өмір сүріп отырған қоғамның ең басты байлығы ол адам. Ол адам болу керек алдыменен. Біз осыған өте көп көңіл бөлуіміз керек. Осы жетіспей жатады. Қазір қоғамда айтып таң қаламыз. Ой, анау бала сөйтіп жатыр екен, мына жастар бүйтіп жатыр екен, жалпы өз болашақ бар ма деген аңтарылыс болып қалады. Бұл неліктен? Бұл сол мектеп партасынан бастап, біз оның адам деген ең басты құндылығын түзуіміз керек қой, соған күш салуымыз керек. Ал енді білімді адам болуы мүмкін. Ал ол бірақ қоғамға қажет емес болуы мүмкін. Бір жақты ғана біліммен ғана шектемеуіміз керек қой. Ол адамдық мына ортада, қоғамда ең басты өзінің құндылығын ұстану керек. Кей адамдар болады, шәлкез мінезді, кереғар сондай мінезді, ортаға жайсыз. Ондай адамдар адамның өмір сүруіне қауіп төндіреді ғой. Мысалы үшін жапондықтар айтады, жапондықтарда бір адам отырған ортада бір адам түшкіріп қалса, қалғандар түшкіреді екен. Яғни біз саған тілектеспіз деген ұғымда. Яғни тілектес болу керек. Адамдар бір-біріне пейілдес болу керек. Адамдар бір-бірі қолдап қорғап отыру керек. Осы жағдайда адам комфортны өмір сүреді. А комфортны өмір сүру дегеніңіз, ол жайлылық адамның өмірін ұзартады. Біз осыған жұмыс жасауымыз керек. Біз енді қыз балалар әрине көп оқиды бізде. Сондықтан мен негізінен ау бастағы өзі менің ұстанымым, ол қыз бала, әйел баласы. Сондықтан ол тек қана мұғалім болып қана үшін қақайып мұғалім оқуында тұрмау керек қой. Ол өзінің ертеңгі құратын отбасына жайлы ана болу керек. Сол әулеттің өзі келін болып түсіп жатқан әулеттің ұрпағын жеткізіп, жетілдіріп, ертең сол әулеттің анасы болатын тұлға болу керек. Ол енесіне, атасына жайлы келін болу керек. Барған жерін гүлдендіріп, өсіретіндей сондай бір енді сондай келін болу керек қой. Ана болу керек, ене болу керек. Міне осы бағытта біз қыздарымызға тек қана сен мұғалімсің, ертең диплом аласың, сен мұғалім болып жұмыс жасайсың деп қана қарамауымыз керек. Біз осы бағытта біз қыз бала әліппесі, ер бала әліппесі деген өзіміздің бір кішігірім университетіміз бар. Сол университетімізде біз қыз бала жетілуі, балиғат жастан, бой жеткеннен кейін қыз бала болып, ары қарай ұзатылу, одан кейін барып ана болу деген осындай бір сол университеттің ішінде бөліктер бар. Яғни баспалдақты түрде тұлғалану. Осыған көңіл бөлеміз. Одан кейін енді қыз баланың жалпы мынау біздің қазір өзі мына заман түсініксіз заман болып кетті расында да. Қыздарымыз біздің қазақтың қыздары өзінің тегі, мынау тектік тәрбие деген, өзінің қазақтық, ұлттық ерекшелік міне. Осыған біз аналар бейжай қарап, біз ана мектебі деген әсіреп кетті ғой бізде енді. Мән бермейді ғой. Өзінің ұлттық ерекшелігін сақтауымыз керек. Біз сонда ғана қазақтықты сақтаймыз. Қазақ болмаса, қазақ деген ұлтың жоқ алып кетсе, ертең сен кімсің? Кімсің сен? Кімге керексің сен? Ешкім керек қылмайды сені. Сондықтан ұлт деген ерекше қарауымыз керек қой біз. Мен ұлтараздық тудырайын деп отырған жоқпын. Мәселе ұлт, сенің өзіңнің ұлт ретіндегі, қазақ ретіндегі ерекшелігіңді сақтауың керек. Оған еңбек ететін ана. Ер адам қашаннан түздің адамы. Түздің адамы. Олай болса, мына Мұхтар ағамыздың жағы мақаласында да сол ғой. Ана ең басты тұлғаландыру, баланың алғашқы тәй-тәйінен бастап, ана сүтінен емгеннен тәй-тәйінен бастап, кеуде көтеріп жерден тіктелуіне дейінгі ары қарайғы өмір жолының барлығында анасы болған жол. Сондықтан ана есті болу керек дейді Мұхтар атамыз. Айтады ғой, қызды тәрбиелеу, ол ұлтты тәрбиелеу, ұлды тәрбиелеу, руды тәрбиелеу деп.
бір сөзбен айтқан кезде тек қана ұлағатты ұстаздар емес, үлгілі ана парасатты болу керек. Сондықтан біз осы қыздарымыздың жан жақты тәрбиеленгенін қалаймыз. Сондықтан одан кейін біз мұғалімнің этикасы дейміз. Эстетикасы деген сөз қалмау керек. Мұғалім этикадан да эстетикадан да үлгі болатын үлгі болатын тұлға ғой. Өйткені бала соған қарап өседі. Баланы титімдейінен мектепте титімдейінен қаржаласын, соны үлкейгенге дейінгі аралықтың бәрінде, жеткенге дейінгі аралықтың бәрінде мұғалім ілесіп отырады. Жетектеуші негізгі тұлға. Олай болатын мұғалім бар жағынан үлгі болу керек балаға. Сондықтан біз енді өз басым қарсымын осыны. Қыздар шаштан жайып жіберіп, алдыңнан тураған атып шыққан кезде, өз шашыменен соғып кеткен кезде, өзі тұр жалбыраған шашымен шошисың, аллай деп. Өз қазақта өзі мына шашты жаю дегеннің өзі бір жағдайы болған. Шаш жаю деген, шаш деген қасиетті нәрсе. Шашты жинап жүру керек. Тазалықтың белгісі шаш деген. Қасиет ол баста тұр ғой. Бас. Ал адам мына бас киімді құрмет тұтқан қазақ. Еш уақытта бас киімді біреуге бермеген. Бас киімді құрметтеген адамға тарту еткен. Бас киім жерге қалдырмаған. Бас киім үстіне отырмаған. Бас киім деген ерекше құрметті біздің ұғымымызда. Олай болатын болса, ол шаш дегеніңіз есе құрметті деген сөз. Қасиет. Енді қазіргі мына қыздарымыздың ішінде, мына аналардың мектеп әзіреті деген сол ғой. Сол ана, сол қызын тәрбиелеу керек қой. Шаш деген жайып жіберіп өсіп жалба жүргізіп жүрген кездерде қорқасың. Шашты қазақ қай уақытта жайды? Шашты қазақ ет жақыны айырылған кезде. Не әкесі, не бауыры дейміз ғой, ет жақыннан айырылған кезде. Шашын жайып жіберіп, төбесіне күл төгіп, бетін тырнап жылаған, қан шығарып, бетін тілгілеп. Міне жоқтау. Міне, осылай болған. Қазір қыздар соны білмейді. Біздің қазақтың қыздары шаштарын жайып жібереді. Енді осының барлығы дұрыс емес. Бізге келген қыздардың бәріне біз жөнге саламыз. Анасы тәрбиелемесе біз тәрбиелейміз енді. Ойбай-ау, 1 грамм қазағымыз. Сонымен тәрбиелейміз оларды. Кәдімгідей қатқан қазақтың қызы болып шығады. Ол бар жағынан этнографиясын да меңгереді, эстетикасын, этикасын бәрі меңгеріп шығады. Ұлттық этика деген бар. Одан кейін мұғалім этикасы дегенде мына тырнақтың бәрін қып-қызыл жаңағы ит талағандай қып-қызыл мынаның бәрін өсіп шығарамыз. Дұрыс емес қой ол. Әр нәрсе менің өз бір талабы болады. Енді ол сахнаға шығып, сахнада жүрген адам емес. Ол мына тырнақтың бәрін қып-қызыл неше түрлі бояп, жұлдыз салып, әйтеуір сөйтіп жататындар болады. Соның бәрінен арылтамыз. Бізге келген кезде түрлі пасонмен қабылдаймыз ғой. Содан кейін ақырындап тек сөйтіп әйтеуір сөйтіп бір арнаға саламыз. Осы бізден шыққан кезде кәдімгі қазақтың ертеңгі күнгі бір әулетіне келін болатындай бір жақсы қыздарымыз шығып жатады. Әрине, осы жолда қызмет етіп жатырмыз енді. Бір сөзбен айтқан кезде тек қана ұлағатты ұстаздар емес, болашақ үлгілі келін, аяулы аналарды тәрбиелеп жатырмыз демексіз ғой, иә? Әрине. Енді осы тұрғыда ұстаздың да ұстазы бар дейді, сіз өзіңіздің ұстаздарыңыз жайлы айта кетсеңіз. Содан кейін жаңа айттыңыз ғой, осы жерде жаңағы ұстаздық қызметте 30 жылдан бері жүрмін деп, 30 жылға жуық уақыт болды деп. Өзіңіздің мынау менің шәкіртім деп ауыз толтырып мақтанарлық бір шәкірттеріңіз бар ма? Солар жайлы айта кетсеңіз. Мен енді 82 жылы, ол кезде мына Шәкәрім университеті, Крупская атындағы пединститут. Содан сол пединститутқа қазақ тілі мен әдебиетке оқуға түстім. Ол кездегі біздің оқытушыларымыз кімдер? Қаймағаның алдынан, Қаймағаның дәрісін тыңдадық. Қинаят Шаяхметов, Қуандық Машғұр Жүсіпов, Жұмағали Шәкенов, Ұлы Отан соғысының ардагері, Арабаға, қазір өздеріңіз білетін, осындай үлкен ұстаздардың алдын көрдік. Бұл енді біздің бақытымыз болар.
Зейнолла Қабдолов айтыпты ғой, біздің деп студенттермен кездесу болған кезінде, сіздерден ерекшелігіміз сонда, біз Мұхтар Әуезовтің алдын көргендеріміз деп. Сол сияқты бізде осындай корифей мықты ғылымның адамдарын, ғалым адамдардың алдын көрдік, сол кісілердің дәрісін тыңдадық. Мысалы үшін Қаймаға өте бір кең адам еді. Қаймаға өмір екі қоймайтын. Алдына барған студентті тыңдап, сол енді сол 4 пен 5-ін қойып шығарып салатын. Соның айтатын: қарақтарым, өмір қояды сендерге, баған өмірдің өзі қояды деп шығарып салатын. Соны енді баламыз ғой, тыңдап, әлгісіге риза болып, аттанып алдына шығып жататынбыз. Соның кейіннен расында да, рас, өмір өзі қояды екен бағаны. Расында да ағаның айтқаны. Қазір түсініп жатырмыз. Қинаят аға деген бір Қинаят Шайхметович өте мықты ғалым адам еді. Өте мықты адам еді. Нағыз ұстаз еді. Тура сол кісінің енді темірдей тәртібінен өттік біз. Курс жұмысын қорғадым мен сол кісіден. Біздің енді топта 25 бала болатын болса, сол 25-тің бір енді шамамен 10-12-сі сол кісінің алдынан курс жұмыс алды. Мен де алдым курс жұмысымды. Енді Қасым Аманжоловтың шығармаларындағы фразеологизмдік қолданыс деген. Енді одан бері қарай кеме енді қанша жыл өтті, Құдай-ау, енді бір 40 жылдан артық уақыт өтті деймін. Бірақ сол тақырып мен әлі ұмытқан емеспін, курс жұмысымды әлі ұмытқан емеспін. Себебі ұстаздың мықтылығы. Жаңағы дәмін өзің сезіп, иісін өзің сезіп, кәдімгідей ішіне кіріп, сол тақырыпты өзің зерттеу, ол адамның мәңгі бақи есінде қалады. Қазір өзі бір енді аннан-мұнан интернеттен көшіріп, біреуден сатып алу деген бір сондай бір мода шығып кетті, Құдай сақтасын. Ал біздің кезіміз осылай болды. Содан Қинаят ағаның тәртібі. Егер Қинаят аға шақырған сағат 3-ке, сен 3-те барсаң, Қинаят аға сені қабылдамайды. Неге мұғалім сені тосып отыру керек айналайын? Мұғалім сен тосуың керек дейтін. Содан 3-ке 15-20 минут қалғанда барасың ғой алдына. Мен осындай тәртіпке ол кісі үйретті бізді. Яғни жүйелілік, не нәрсе болсын тәртіпке бағыну керек дегенді оңдырып, өмірде өзі кәдімгідей бізді сынақтан өткізді. Міне осы біздің көрген білгеніміз, ағаның алдында көрген тәрбиеміздің бәрі міне бүгінгі күнге дейін осы біздің бір шамалы бір жетістіктерге жетіп жатсақ, өмірде бір орнымызды алып жатсақ, ортада бір белгілі беделге болып жатсақ, сол кісілердің тәрбие тәртібі. Жұмағали Шәкенович деген кісі, ой, бір енді бір ғажап адам еді. Мен қазір ұялам, баламыз ғой. Сонда Жұмағали Шәкенович соғыстан келген, енді соғыс ардагері, дауыс көтермейді. Өмір дауыс көтергенін естіген жоқпын сол кісінің. Алдынан бірнеше жыл сабақ алдық қой. Содан баламыз ғой, қарнымыз аш кетеді. Жүгіріп барып қоңырауда астында бір асхана бар. Жүгіріп барып беләши, андай-мындай нәрселерді алып келіп, содан кітап қоқып қойып, әк жерде жеп отырамыз, аған жерде лекция оқып отырады. Қазір сонда енді сол кісі көрмей отыр дейсің бе соны? Білмей отырды дейсің бе? Білді ғой, көрді ғой. Бірақ соған дауыс көтеріп бізге еш уақытта сондай бір айқайламапты. Қазір мен өзім содан ұялам, мысалы үшін. Сол әрекет жасағаныма. Осының бәрі, ойлай білсең, осының бәрі бір үлкен сабақ, осының бәрі бір философия, ұстаздық жолдағы. Міне, Араб ағамыздың, мен кейіннен ол кісінің алдынан, сол кісінің жетекшілігімен Араб ағаның кандидаттық жұмысымды қорғадым. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте кандидат диссертациямды қорғадым. Қадыр Мырзали шығармашылығына байланысты, ол кісінің балалар әдебиетіне қатысты туралы. Араб ағамның енді соңғы уақыт, осы уақытқа дейін енді Араб ағаның сол алдында шәкірті есебінде көремін өзімді. Мен осындай бір керемет адамдардың алдын көрдік. Енді осының барлығы адамды тәрбиелейді. Өзіңді ұстаз болып, өзімізді ұстаз болып, өзімізді алдымыздан талай жастарды тәрбиелеп шығарып жатырмыз. Енді мынау Ерзат Қанапиянов деген Жарма ауданында мықты бір директор, заманауи бір жақсы
не заманауи талапқа сай бір тамаша директор мектептің, менің алдымнан тәрбие көрген, бүгін таңда танымал сол өңірге ұстаз, директор, басшы, облысқа белгіленді. Мынау баспасөз, мынау медиа холдингтің басында отырған Мәлғаж Дәріп деген ұлым менің. Ол да осы жерде оқып, осы жерде жетілді. Алмас Айтмұқаш, мына қазір облыстың жас отан жастар қанатын басқарып отырған. Мына осындай айта берсем өте көп енді. Көптеген менің енді Астана қаласында, жалпы осы өңірде, жан жақта осы белгілі беделді болып отырған азаматтар өте көп. Өте көп. Көкпектің мынау Көкіректі деген журналын басқарып отырған ұлымыз бар біздің. Мына осындай енді өте жан жақта белгілі осы жердің түлектері көп енді. Осы түлектеріміздің ел алдындағы беделін көріп, бізде марқайып мақтанып отырамыз. Біз үшін де үлкен мақтаныш, бедел, абырой. Ұстаздың адам өмірінде алатын орны ерекше ғой. Осы тұста менің де алғашқы ұстазым есіме түсіп отыр. Бізде әлі күнге дағды қалып қойған. Жаңағы бірінші сыныпта бізге үйрететін, қолдарыңды сабындап 3 рет жуасыздар. Ұлдарды тақтан алдына шығарып қойып, шалбарларымыздың қырын қарайтын. Ер адамның жаңағы шалбарының қыры пышақтың жүзіндей болып, түп-түзу болып тұру керек деп. Галстугымызды, көйлегіміздің жағасын, бәрін түгел қарайтын. Қазір мысалы қарап отырсақ, соның бәрі біздің өзіміздің өміріміздің дағдысы болып кетті. Мысалы, ұстаздың жаңағы адамның өміріндегі алатын орны ерекше деген осы ғой. Енді сізді көпшілік жұрт тек қана жаңағы ұлағатты ұстаз, ғалым ретінде ғана емес, сонымен қатар қазақтың белгілі ақыны Тыныштықбек Әбдікәрімұлының жары ретінде де білеміз. Осы тұста енді ақынның осындай шығармашылық тұлғаның жары болу қиын емес пе? Жалпы енді өзі ау баста өзі жаратқанда Тәңір әйел адамды осы өмірге бейімдеп әкеледі ғой енді өзі. Жалғыздық деген қиын ғой енді ол. Әрине. Әйел адам енді ол жар деген сөздің өзі жар болу. Жар болудың синонимі енді сүйеніш, қолдау, демеу, тілекші, пейілдес деген, рухтас деген ұғымның айналасында қарастыруға болады. Әрине енді Тыныштықбек Әбдікәрімов бұл кісі енді қазақ әдебиетінде өзінің орны бар, өзіндік мектеп қалыптасқан, дара шығармашылық тұлға. Ол кісінің өзі айрықша ерекше бір шығармашылық мазмұнда ерекше қолтаңбасы бар адам. Айтар едік енді мынау мемлекеттік сыйлық дейміз ғой. Бұл да енді әр адамның өзінің бір еңбек жолында, өзінің бір бағытталған өз бағытында белгілі бір деңгейге жету, ол енді ол адамның ерекшелігі. Мысалы үшін Тыныштықбек бұл кісі енді әдебиет саласындағы келе жатқан шығармашыл тұлға. Сол әдебиет саласындағы үлкен жетістік бұл мемлекеттік сыйлық. Енді бұл мемлекеттік сыйлық әркім әртүрлі баға беріп, әркім әртүрлі көзқараспен қарайтын шығар. Менің пікірімде бұл нәтиже, яғни, нәтиже. Бұл кісі енді бұл тұрғыда айтар ерекшелігіміз, енді ол бұрын Алматы, Астана, яғни мегаполисте кім өмір сүреді, сол ақын жазушылардан бұл артылмайтын мемлекеттік сыйлық, тек қана сол кісілер ғана алатын. Тыныштықбек осыған мінекей не дейміз, жаңа жол салды, тыңнан дейміз ғой енді. Бұл кісі мына мегаполистен тысқары жатқан енді Семей өңір ғой, өңір, аймақ. Осы аймақтан бұл кісі тарихында, осы мемлекеттік сыйлықты берудің тарихында бірінші рет бұл кісі осы өңірден, аймақтан алып отыр мемлекеттік сыйлықты. Бірінші алған осы кісі.
Кейіннен мінекей Серік Ақсұңқар алды осы мінекей биыл. Сондықтан бұл да ол кісінің тұлға ретінде шығармашылық тұлға ретінде ерекшелігі. Енді әрине өзі қарапайым жаңағы жұмыс істеп отырған, күнделікті бір осы өзінің бір сол еңбек етіп отбасын ғана асырап отырған бір енді ондай азаматтармен салыстырғанда, әрине еркекпен салыстырғанда ақынменен өмір сүру, ақынға жар болу дегеніңіз одан басқа бір өзгеше бір әлем деп айта аламын мен. Жай өзі отбасындағы күнделікті тіршілікпенен айналысып отырған еркектің өзінің қас-қабағына қарап ер адамның күтімі деген бар ғой. Ал ақын енді ол мүлдем басқа әлем ғой. Қадыр ағамыздың айтатыны бар ма еді? Ақынға жар болу оңай деп пе едің қарағым деп. Ақындық дегеннің өзі енді ол Абай айтады атамыз. Ақын болу бұл Тәңірдің нұры, саулап тұрған нұры деп. Ақындық дегеніңіз Тәңірдің саулап тұрған нұры дейді. Тәңірменен көкпенен байланысып отырған ол тұлға. Оңай емес. Ақынның жары болу дегенде енді жауапкершілік зор. Енді бұл кісінің шығармашылықпен айналысуына, бұл әр адамның өзі өмірге келгенде бір белгілі бір миссияны арқалап келеді. Енді бұл кісінің миссиясы әу баста мен өзім толық мойындадым, ұқтым. Бұл кісінің миссиясы ақын болып өмірге келді ме, сол өзінің сол ақын ретіндегі өзінің бүкіл болмысын, ақын ретіндегі болмысын, миссиясын орындау ғой, болмыс емес, ақындық миссиясын орындау ғой. Сондықтан мейлінше мен енді ол кісіге қолдау, мейлінше сол сүйеніш болуға тырысып келе жатырмын. Әрине ол кісінің енді бірнеше кітабы жарық көрді. Қазіргі таңда үлкен бір дүниенің үстінде отыр. Қассаған қымас деген еңбек. Бұл кісінің енді 30 жылдай уақытта осы қассаған қымасында арналды. Бірақ енді толықтай отырған жоқ. Барып, кіріп, соның ішіне 2 кітап шықты. Енді ол бірақ сұмдық енді өте ауыр тақырып, өте қиын тақырып. Осымен қазір осы бағытта жұмысын жасап отыр. Енді ол ақынға жар болу дегеніңіз шынайы талант болатын болса, талант дейміз ғой, талант. Ол ақынның дара алуаны болады, әртүрлі сол. Екі сөздің басын қосқан ақын емес. Ақын шынайы ақын болатын болса, дара талант болатын болса, ол дара таланттың өзінің бүкіл Тәңір берген бой қуатын, ақындық бойына берген қуатын беру керек қой. Сол беруге соны ақындық қуатын еліне, халқына арнау үшін жұмыс жасау керек. Мен оны өзім мойныма алған адаммын. Біз бір студент болып жүрген шағымызда бір қаламыздың бір кітапханасында осы Тыныштықбек ағамызбен кездесу болған. Сол жерде айтқан бір сөзі есімде қалып қапты. Компьютермен дейді, осы бұрып шегені қағаласыз дейді, немесе компьютердің экранын алып сіз қар күреп немесе жер қазаласыз дейді. Бірақ осы күрекпен немесе балғамен дейді сіз жазу жаза аласыз ба дейді. Жоқ, әрине жаза алмайсыз дейді. Әрбір сол сияқты әрбір дүниеге келген адамның бір өзінің бір жаңағы арналған ісі, жаратылған өзінің жолы, миссиясы болады, сіз айтпақшы дейді. Мына кейбір адамдар мысалға ағамыздың өлеңдерін түсінбей жатады, мағынасын мысалға өте философияға жаңағы толы шығарма болып саналады, жаңағы мағынасын түсіне алмадық немесе не туралы деп жаңағы сұрап жатады, айтып жатады. Ал осы ағамыздың шығармашылығын сіз қаншалықты деңгейде түсінесіз? Жар ретінде, оқырман ретінде, енді басты оқырманы ретінде. Мен ағаң күледі кейде, менің редакторым деп. Енді мен де сол тегін таза емес шығарым деп ойлаймын. Ол ақынның қасында жары болып отыру, ол ақынға деңгейлес, ақынға сол ақынның айтарына ілесе алатындай адам болу керек қой. Деңгейлес деп айту артық болар. Ақынға ілесе алатындай шама шарқың болу керек қой. Әйтпесе ол ақынмен өмір сүру мүмкін емес. Ақынның күреңтіп күз болуы, қоңыр күз болуы, немесе қаһарланып
дауыл ақтүтек боран болуы, немесе жайма шуақ жаз болуы, сіркіреген жаңбыр немесе дүркіреген нөсер болуы, осының барлығында ішке интуицияңмен дайын отыруың керек қой. Менің әлгі ілесе білушілік дегенім содан. Әйтпесе қаншама тағдырлар тасталып кетті, қаншама тағдыр бүлініп кетті, қаншама керемет ақындар араққа жұтылып кетті, қаншама ғажап ақындарыңыздың өмірі тасталған болды. Жүк деген ол үлкен рөл атқарады. Сондықтан мен бұл жерде айтайын дегенім, кейде ағаң маған күледі, менің редакторым деп. Енді күлгенде ол мысқыл күлкі емес, әрине. Ол бір өзінің көңіл толған бір өзі бір сондай ризашылық бейіл. Ондағысы расында да ағаң жазады өлеңді. Өлең жазғанын маған оқытады. Енді өзі ақындардың бас редакторы, өз бірінші редакторы, расында да өз қасында отырған адам ғой, енді сол жұбайым. Сонымен оқимын да интуиция дегеннен шығады. Мен өзім өлең жазбаймын. Бірақ сезімім бар, сеземін жаңа дүниені. Соны оқимын да кейбір жерлерін мен айтамын, мына бір жерде мына бір сөз артықтау сияқты, немесе мына бір бояу жетіспей тұр мына жерде деймін. Енді ол ақындық дегеннің өзі суреткерлік қой, енді суретші. Сөзбен сурет салатын адамдар ғой. Сонымен ана ойдың бір жаңа бір сәл-пәл бір бояуы жетпей жатады. Немесе бір қызғылтым, немесе сарғылтым деген сияқты, немесе бір жасылтым деген сияқты бір жетпей жатады сол жерлер. Соны мен айтамын, мына жерің мыналай жетпей тұр деп. Соны деп отырады. Соны көрейін деп кетіп қалады да. Соны қайтара келіп, дұрыс таптың осы жерде деп маған риза болып жатады. Солай оқып атамыз өлеңді. Тағы да бір сөзінде ағамыз айтады да, мен өлең жазбаймын дейді, өлең менің миыма оқылады, мен соны тек қана қағаз бетіне түсіремін дейді. Осы ағамыздың жұмыс жасауына бір ерекше бір жағдай керек пе, әлде шабыт қалай келеді, жұмыс істеген кезде бір қалай жұмыс істейді. Кей адамдар болады ғой, мысалға бір шығарма немесе үлкен бір еңбек жазған кезде бір жекешеленіп оқшауланып алады, бөлмесіне кіріп алып, ешкімді кедергі келтірмеңдер деп бөлмесіне жабылып алып, тарс жабылып алып, күн-түн жұмыс істейді. Сол осы жұмыс уақыты қалай? Қай кезде өлең жазады немесе шығармашылықпен айналысады дегендей. Сондай бір әлгі жаңа айтып отырсыз ғой, енді шығармашылық жазу лабораториясында бір айрықша бір нелер бар ма, ерекшеліктер деп. Енді бұл кісінің сондай күй талғамайды негізінде. Бірақ мен олай деп те айта алмаймын. Негізінен енді сол бір оқшауланып, тыныштықта отырған жақсы көреді. Ойының бөлінбегенін қалайды. Енді мен өзі жұмыста жүрем, жаңағы немерелеріміз жеке өсілер өздерінің жаңағы ұлымыз келін жеке немерелеріміз жеке өздерінің бөлек шаңырақтары бар. Сондықтан ол кісі негізінен тыныштықта жұмыс жасайды, негізінен алғанда. Бірақ енді кейде бір жағдайлар болып отырды, енді ол ондайда ол кісі өзі сол отырып жазады, енді оған негізінен бірақ тыныштықты қалайды, ойын бөлінбеген. Одан кейін бұл сөз негізінде ырду-дырдуға жоқ адам. Бастан өзі сондай бір қызылды жасылды, сондай бір дүниелердің ортасында, кей адамдар өзі, кей ақындар сондай бір нені жақсы көреді ғой? Сал серілік. Бір ортаны жақсы көріп жатады ғой. Бұл сондай аса қалаңқырамайды. Өзі ежелден сондай өзі дараланған адам, өзі сол бір дара, оқшау, өзі сондай. Одан көңілі қалаған ортаға, көңілі қаласын қаламасын, кейде өзі бір өзін өзі тоқтау салатын адам негізінде. Өте мынау бос селтең жүріске жоқ адам. Жалпау баста өзі сондай. Негізінен сол өзінің жазуына, сол өзінің сол ойындағы дүниесін отыруға, соны бір оңаша отырып, соған бейім адам. Қазақ үнемі тәрбиелеген ғой, және өзінің ұрпағын екі нәрседен қателесуге болмайды. Біріншісі мамандық таңдаудан, екіншісі жар таңдаудан деп. Сен мамандық таңдау арқылы сен өзіңді және отбасыңды асырайсың дейді, ал жаңағы жар таңдаған кезде сен бұл адаммен ұрпақ жалғастырып, сен өміріңнің басым көпшілігін сол адамға арнайсың деп. Енді осы нәрседе мысалға мамандық таңдауда мысалға кейбір жастар бар, мысалға жастар демей ақ қояйын, тіпті орта буынның өкілдері де бар, мысалға осы ұстаздық менің жолым емес деп, осы ұстаздық тастап мысалға бизнеске немесе басқа салаға бір кетіп қалған. Мысалға сонда сізде ой болмады ма, осы ұстаздық менікі емес ау, мен басқа бір салаға барайыншы немесе басқа бір жұмыс атқарайыншы деген сияқты?
жоқ, менде ондай ой болмапты и болмайды да. Өйткені мен өзім осы мұғалімдік мамандықты өзім жаным сүйемін. Қазақтық мінез шығар, одан кейін өзі бір адам өзі бір бейімделіп, бір ортаға өзі сіңіп, қабылданып жатса, сол орта өзінің үйіндей болып кетеді ғой енді. Мына педагогикалық колледж менің енді үйім деп те айтамын енді. Өйткені әрбір шегенің қалай қағылғаны, әрбір осында не дүние бар, соның қалай келіп, қалай орналасқаны, бәрі енді алақанымызда қолымыздан өткердік. Сондықтан дастық. Одан кейін енді жалпы бүкіл енді жастық шақтан бастап осында келдік қой. 27 жасында келдім, одан бері қарай қанша уақыт өтті. Бүкіл өмірімнің жартысы осы жерде өтіп келе жатыр. Одан кейін енді ұстаз. Мұғалімдік мамандық деген бұл өте бір кірпияз мамандық қой. Өйткені сен адамның тағдырын жасайсың ғой. Кәдімгі адамды жасайсың ғой сен. Адамды жасайсың дегенде оны өмірге анаң әкеледі, әкең мен шешең әкеледі. Ал сол өмірді сүруді үйрететін, енді әкең мен шеше дегенмен дағы, отбасың дегенмен дағы, өмірді сүру, өмірді түсіну, адамшы өмір сүру дегеннің барлығы осы мұғалім арқылы жасалынады. Енді мен мұғалімдік мамандыққа адасып келдім деп айтпаймын. Мұғалімдік мамандық менің өзімнің мамандығым, ау басты өзімнің сүйіп, мен мұғалімдік мамандық менің тағдырым деп түйсінген адаммын. Сол жолда келе жатырмын. Кімнің қадырағаның ба? Айтатын бар еді ғой. Адам алдыменен абырой, атаққа жұмыс жасайды, одан кейін атақ абырой адамға жұмыс жасайды деп. Енді ол еңбегің, сол мамандығыңды сүйіп, барынта шынтаңменен соған беріліп, сол мамандығыңа еңбек етсең, сол мамандығын сүйсең, адал болсаң мамандығыңа, ол мамандық саған атақ та, абырой да, бедел де бәрін сол мамандық арқылы жетесің. Тек мамандыққа адал болу керек. Мамандықты сүю керек. Ал ортан жолдан қайырылып кетіп атқан деген ол енді обал бір жағынан. Ол енді мамандық оны қабылдамады, ол мамандықты қабылдамады. Сондықтан да біздерге кәсіби бағдар беру деген бар ғой, кәсіптік бағдар беру. Сол көздерде ата-аналардың, кәсіптің иесі болғысы келіп отырған ынталы жастың, осы мамандық менің ертең тағдырым бола ма? Менің өмірім айнала ма осы мамандық? Менің ауа, жұтатын ауам бола ма осы мамандық? Деп берік өзінің ішкі бір даярлығы болу керек, бек сенімі болу керек. Осыған ата-ана, мектеп жұмыс жасау керек. Бұл тағдыр ғой, адамның тағдыры. Ал әр адам өзінің орнында отыратын болса, ол кәдімгі тамаша қаланған кірпіш сияқты дүние ғой. Мысалы үшін сәнді, салтанатты, керемет сарай деп аузымыз ашып көзіміз жұмамыз кейде, ғажап керемет. Бір сұлу көркем дүниені көрсек, қандай ғажап дейміз. Сол көркемдік, ол жайдан жай келмейді ғой. Ол да көркем. Әлемді көркейтетін сол орында отырған адамдар ғой. Сол мамандықтың шынайы, сол мамандықтың иесі болса шіркін, әлем көркем болады. Сондықтан біздің өзімізге байланысты. Енді сізге деген қояр соңғы сұрағымыз осы болашақ ұстаздарға немесе мамандық таңдап жүрген жастарға деген ақыл кеңесіңіз, бір өсиетіңіз болса, соны айта кетсеңіз. Қандай бір қандай жолды таңдау керек, немесе қандай бағдарды таңдау керек деген сияқты. Мен айтар едім, бұл қазір тәуелсіз қазақ елінің 30 жылдығының қарсаңында өмір сүріп отырмыз. 30 жыл біз тәуелсіздікті алып 30 жылдығын тойлағалы отырмыз. Елді сүю деген, ұлтыңды сүю деген ең басты нәрсе осы. Өзі ең басты сенің құндылығың өзі ұлттың. Осы ұлтың аман болатын болса, сен амансың. Сондықтан ұлттық құндылық, ұлт тілі, салты, дәстүрі деген осыған адал болу керек. Бірінші. Одан кейін екінші, жаңа айтып өттік, сен тағдырыңды өз қолыңмен жасайсың.
яғни тағдырың сенің өмірің. Ал өмір мәнді мазмұнды болу үшін сен өзіңнің ертеңгі болашағыңа әр уақытта жауапты болуың керек. Болашақта сені не күтеді? Болашақ сенің ертеңгі күні әулетің, ұрпағың. Ол ұрпағың сенің қандай тәрбие алу керек? Сен жауапты тұлғасың. Осының барлығына жауапкершілік деген ұғымды тәрбиелеуіміз. Жауапкершілік деген ұғым болу керек. Жауапкершілік болу керек. Ұлт алдындағы жауапкершілік, әулет алдындағы жауапкершілік, сенің баяғы тегің жеті атаң сенің мысал үшін. Тіпті алысқа қазақ деп алмай-ақ қояйық. Міне осы жауапкершілік болу керек. Басты адамның жалпы адамның бойында қандай қасиет болу керек дейді ғой. Міне адамның бойында ең басты мен махаббат береді. Өмірдің күре тамыры махаббат өзі. Сен қалай өмірге келдің? Әкең мен шешеңнің махаббатынан жаратылдың. Өмірге махаббатпенен сондай бір үйлесімділік, гармониямен келген адам, ары қарай сондай гармониялық ортада әке мен шешенің, сол әулеттің махаббатында тербетіліп өсетін болса, ол жаман адам болмайды ол жерде. Ол да махаббатты болып, ары қарай сол махаббат жалғастырады. Сондықтан махаббатты болу керек. Өмір сүру үшін адам махаббатты болу керек. Ортасы бәріне комфортность деп отырғанымыз осыдан шығады. Бұл осымен бірліктес ұштасып жатқан ұғым. Одан кейін жауапкершілік деген. Осы екі қасиет болу керек адамда. Махаббатты болу, жауапкершілікті болу. Осы екі қасиет адамның бойында болатын болса, адам жасайды. Жауапсыздық құртады ғой біздің бәрімізді. Жауапсыздық. Оның астарында жауапсыздықтың астында барлық қылмыс, барлық қасиетсіздік жатыр. Осыдан барып шығады. Небір сұмдық дүниенің бәрі. Мен осыны айтар едім. Қазір енді қазақтың жасы ойда да қырда да жүрміз ғой. Американда да жүрміз, ойқастап, Жапонияда да жүрміз. Бірақ қазіргі жастарда менің бір қорқатыным отан менің бойтұмарым деген болу керек қой. Қазір біз нан табуға сұмдық бой ұрып кеттік. Нан табуға. Отан деген бойтұмар ұғым әр жастың, қазақтың әр жасында болу керек. Біз азғантай ғана қалыппыз. Отаным деген бірінші тұру керек. Отанның астарында барлығы жатыр. Сенің отбасыңда, туған туысыңда, бәрі соның астарында жатыр. Отан деген ұғым, ең жоғары ұғым. Қазір отан деген ұғым жоқ қой. Туған үй деген ұғым содан кейін жойылып бара жатыр. Біз сондай ұғымда, сол кішкентай ғана ауыл мен өскен жүрек жатыр деген құндызды ауыл ғой негізінде. Сол жетімдей ауыл менің жүрегімде. Сол жетімдей ауылдан Семейге келдім мен. Содан барып үлкен Қазақстанға шықтым мен. Жетімдей бір осы ауыл. Сол құндызды менің әлі жүрегімде. Содан барып үлкен масштабный деңгейге келдік мінекей. Мен соған парыздар болуым керек, қарыздармын. Осындай қарыз, парыз, аманат деген ұғым қасиетті. Осылар бізде осы әлсізденіп бара жатыр. Қорқынышты дүние. Тұрымтайдай болса да туып өскен ел қымбат дейтін, жүрегі ұлтым деп соғатын ұлағатты ұстаздар тәрбиелеу жолында сіздерге енді қажымас қайрат тілейміз. Салихалы ұрпақ, мықты ұстаздар тәрбиелеп, ары қаратай жаңағы жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспіз. Біздің шығарылымның алғашқы санында осы белгілі күйші Айбек Бекбосынұлы келген болатын. Сол кісі жаңағы дәстүрлі түрде айтып кеткен болатын. Келесі сандарыңызды мысалға шақыратын қонақты мен айтайыншы деп, бұйымтай ретінде. Ол кісі біздің Ташсықбек ағамызды шақырған болатын енді, бірақ ол кісі қалғыр жұмыс үстінде екен, біз ол кісіні мазаламайық деп сіздің өзіңізге келдік. Рахмет. Осы тұрғыдан енді сіз келесі қонақ ретінде кімді айта алар едіңіз? Келесі қонаққа мен мынадай ұсыныс айтар едім. Жүсіпбек Аймауытовтың зерттеушісі, белгілі айтыскер ақын, ғалым,
ұлағат ұстаз, Шәкәрім университетінің қазақ тілі, филология факультеті қазақ тілі бөлімінде үлкен ұстаздық қызмет жасап жүрген Қарлығаш Әубәкірова деген сіңіліміз бар. Сол кісіменен сұхбат құрып жатсаңыздар, құба-құп болар еді. Нұр үстіне нұр болар еді дер едім. Сізге бүгінгі және үспелі сұхбатыңызға мыңда бір рахмет дейміз. Ары қарата еңбегіңіз жана берсін демекпіз. Осымен сіздермен қоштасамыз. Біздің бүгін сұхбатымыз осымен тәмам болды демекпіз. Сау болыңыздар.